Сәлем достар, сіздермен Арайдың асханасы өте дәмді болып шығатын, ешқашан хиттен қалмайтын торттардың бірін Опипайдың оригинал рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Ең алдымен тортымыздың корждарын пісіріп аламыз. Ол үшін бізге керегі ұн, шоколад, менде шоколад Қазақстан шоколады, басқа да шоколад қолдансаңыздар болады, бірақ ең жақсысы осы Қазақстан шоколады. Сары май, қант және де жұмыртқа. Жұмыртқа менде 5 штук. Егер жұмыртқаларыңыз дәл осылай ірі болса 5 қолданасыздар, егер майда болса 6 жұмыртқа қолданасыздар. Және де какао, какаоны сапалы болуы маңызды. Менде Рахат фирмасынікі, және де қопсытқыш. Ең алдымен сары майымызға Қазақстан шоколадын ерітіп аламыз. Екеуін микроволновкада ерітіп алсаңыздар болады, немесе ыстық буға да ерітіп алсаңыздар болады. Мінеки ерітіп алдық. Енді осылар суығанша, шоколад пен сары май араласып, екеуі суығанша біз басқа да заттарын дайындай береміз. Жұмыртқамызды салдық. Енді оның үстіне қантымызды саламыз. Екеуін миксермен ақ түске айналғанша 5 минуттай миксерлейміз. Мінеке осылай қантымыз жақсылап ериді, өзінің көлемін үлкейтеді екесе. Осы орайда ұнымызға какаоны және де разрыхлитель үшеуін бірге араластырамыз. Енді електің көмегімен аз-аз мөлшерден сала отырып араластырамыз. Міне осылай қою масса болады. Осы орайда біздің шоколадымыз бен сары майымыз жақсылап еріп, суиды. Осыны да қосамыз. Енді бір массаға келгенше жақсылап араластырамыз бәрін. Біздің корждарымыздың қамыры дайын болды. Міне осылай болып шығады. Жан-жағын тағы да жақсылап араластырып жібереміз. Бір массаға келуі керек. Міне осындай сұйықтық болып шығады. Қатты қою емес, қатты сұйық емес, орташа мөлшерде болып шығады. Енді мен осындай арнайы формам бар. Осы пергамент қағаздарды осы формаға сәйкес өлшеп аламын. Енді мына форма 24 сантиметрлік форма. Осыны алып, қағазды осылай қойып, бір кескен кезде осындай дайын болады. Барлығын дәл осылай жасап шығамын. Міне біздің қағаздарымыз дайын болды. Енді осылардың барлығына бірдей етіп құйып шығамын. Сіздерді естеріңізде болсын, ең алдымен корждарыңыздың песталарын, яғни қамырын алдын ала осылай құйып дайындап қойыңыздар. Содан кейін барып бір-бірінде пісіріп аласыздар. Өйткені егер қазір біреуіне құйып пісіріп алсаңыздар, корждарыңыз әртүрлі болып қалуы мүмкін піскен кезде. Сол үшін барлығына бірдей етіп құйып алып, содан соң бірақ жеке-жеке пісіріп алғандарыңыз жақсы. Мінеки менде әр қайсына 5 ас қасықтан кетті. Енді осыларды тегістеп шығамын қазір. Осы орайда пештеріңізді қыздырып қойыңыздар. Міндетті түрде қызып тұрған пеште пісіреміз. 180 градуста қыздырып қойыңыздар. Мына орта жақтары ісінеді, сол үшін барынша мына шет жақтарына жіберуге тырысыңыздар. Қызып тұрған пеште 180 градуста 10 минуттай пісіріп аламыз әрқайсысын.
Мінекей біздің корждарымыз дайын болды. Дәл осылай жұмсақ болып піседі. Енді корждардың суығанын күтеміз. Енді кремін дайындаймыз. Бізге кремге қант, творожный сыр және де сливки керек. Сливкидің 33-35% болу міндетті, және де бір күн алдын холодильникке салып мұздатып аласыздар. Алдымен ыдысымызға сливкимізді құямыз. Оның үстіне қантымызды салып, миксердің көмегімен қантымыз ерігенше шамалы қойылғанға араластырамыз. Осылай шамалы қойылғанда біздің творожный сырларымызды саламыз. Творожный сырдың осындай сливочный деп мына жазылады. Сливочный творожный сыр дегенді қолданасыздар. Маскарпонеңді қолдасаңыздар болады, онда ерекше әдемі дәм береді. Мен бірақ тек осы творожный сырды қолдандым. Енді кремнің массасына келгенше араластырамыз. Мына біздің креміміз дайын болды. Өзінің формасын жақсылап ұстап тұр. Мінекей. Енді осындай арнайы кондитерлік мешокқа саламыз. Және де менде насадка, осы Опипайдың тортына арналған насадка. Ал біздің кремімізді дәл 3-ке бөлеміз. Көз жобалап бөлсеңіздер де болады. Осы корждарымызды тек қолданатын кезде ғана пергамент қағаздан аласыздар. Мінекей осылай тез оңай алынады. Менде барлық корждарым дәл осылай дөп-дөңгелек болып пісті. Сол үшін мен ешқандай жан-жағын кеспеймін. Егер сіздерде қисық болса, осы жан-жағын туралап кесіп шықсаңыздар да болады. Ең алдымен осы корждарымыз жылжып кетпеу үшін жағып аламыз кремімізді ортасына. Одан соң біздің корждарымыздың беткі жағын қоямыз дәл ортасына. Енді корждарымызды жинаймыз. Біздің кремімізді қазір көрсетемін. Ең алдымен осылай шарикке шығарып, астыға қарай тартамыз. Тағы да шарикке шығарамыз, потом астыға қарай тартамыз. Дәл осылай шариккелер жасайтын боламыз. Алдымен осылай қолдарын жаттықтырып аласыздар, потом ары қарай жасау қиындық туғызбайды. Одан соң қалған кремдерімізді осылай жан-жағына жағамыз. Тағы да көрсетейін сіздерге шариктерін қалай жасау керектігін. Осылай қойып аламыз, одан кейін артқа қарай тартамыз. Тағы да крем жағамыз, артқа қарай тартамыз. Тағы да крем жағып тартамыз артқа қарай. Және де ең соңғы коржды ең беткі бетіне қоямыз жақсылап. Енді холодильникке 1 сағаттай қалдырамыз. Енді оған дейін шоколадты ганажымызды дайындаймыз.
менде бұл жерде молочный шоколад, немесе қара шоколадты да қолдансаңыздар болады. Және де оның үстіне сливкімізді салып, екеуін микроволновкада ерітіп аламыз. Мінеке достар, біздің шоколадты ганажымыз ерітіп и жақсылап суытып алдым. Ыстық күйінде құюға болмайды, міндетті түрде суу керек. Мінеке біздің тортымыз дайын. Қалауларыңызша жеміс-жидекпен, тәттілермен сәндеп шықсаңыздар болады.